Ей, Дариға, сен білесің бе? Күндіз тыныштықтан, түнде ұйқыдан айырылдық. Бүкіл дос жаранға масқара болдық, қарабет болдық. 5 миллион қарызды қайдан тауып берем мен барлық коллективқа? Қораға тығып біттің ғой бізді. Сен бұндай алаяқ екеніңді білгенде мен бірде бір зат тапсырыс бермейтін ем ғой сенен. Басымызға бәле болдың ғой сен. Маған енді не қыл дейсіңдер? Мен әдейі істеп отырмын ба? Мен өз басым 15 миллионға қасаққа кірдім. Конкретно айтқанда, менің артынан келген Мақпал ғана. Ал сендер Мақпалдың артынан еріп келдіңдер. Енді мен Мақпалдың товарын ғана қойып берем. Қалғандарында шаруам жоқ. Қашан қойып бересің? 3 ай болды ғой уәде беріп келе жатқанына. Товарыңды бір жеріңе тығып қой, білдің бе? Әркімнің аузынан жырып алған 8 миллион теңгені қойып бересің, и все. Осы апта маған ақша қойып бересің? Или мен маған ақша жинап берген адамдардың атынан қол жинап, саған арыз жазамыз. Түрмеде шірейсің сен. Мәссаған, мен расында осындай арзан бағаға мынандай тауар келеді деп ойлаған жоқпын. Жарадың, Дариға. Абысындай, айттым ғой мен саған, еш уайымдамаңыз. Менің осы айда 3 миллионға берген товарым келіп жатыр. Өз қолыммен таратып жатырмын. Ей, Дариға, мен де осы бизнеске қоссай, менде деген таныстар көп қой, білесің. Так, қыздар, бұл үйреткенде бұлай ғой, біздің командаға қосыласыздар, менеджерлік топқа кіресіздер деген сияқты. Мына товарларды сіздер мен арқылы заказ бересіздер. Ал мен Қарлығаш ханым арқылы заказ берем. Қарлығаш ханым болса, бізге Қазақстанға тікелей Қытайдың заводынан әкелетін болады. Ол жақта арзан бағаға келеді әрине. Ал біз өз бетімізше алатын болсақ, олар әлде қайда қымбат болуы мүмкін дегендей ғой, қыздар. Түсінікті ғой, Көріңдер. Ай, қыздар, мына бизнестарға мен де қосыңдар. Жазира ханым, міне, өте дұрыс. Сіз енді Мақпалдың артынан кіріңіз. Так, мен вообще уақытым жоқ, товар таратуым керек дегендей, кешке жақын группа ашамын, сол кезде барлық сұрақтарыңызды қоясыздар, жақсы ма? Жаным, абысыным, осы әулетке пысық келін, бас істейтін абысын келгеніне шүкір. Байымызға қарап қалмай, әлі өзіміз байып аламыз бұйырса. Жақсы, Дарикош, кешке мен чатқа қосуды ұмытпай, Жақсы. Қыздар, қайырлы кеш. Осы группадағы қыздар, мен тағы да қайталап айтам. Мені жеңгешка, апашка, абысынка, көрші демейміз, Дариға Ерлан қызы дейміз. Келістік қой, Бұл жұмыста біз барлығымыз менеджерміз. Бұл бизнес болғандықтан бизнес леди ретінде қарым-қатынас керек. Келістік қой, қыздар? Қыздар, үздік менеджер боламыз десеңіздер, біздің талаптарды бұлжытпай орындайық, Жаңадан келген қыздарға ескерту, бізге 300 мың теңге салып, біздің тобымызға кіре берсеңіздер болады. Кем дегенде миллион теңгеге сауда жасасаңыз, бізбен бірге боласыздар. Егер миллионнан аз болса, біздің тобымыздан шығып кетуіңіз мүмкін. Ескертілу айтты, Сондықтан қыздар, іске сәт. Түсінікті ғой, Осы Дариға деймін да, сендердің тауарларынан қандай пайда негізінде? Нұржан, қалай түсіндірсем екен? Мысалы, мына диванды бізге Қарлығаш ханым Қытайдан, заводтан бізге ұсынады. Қытайдағы заводтағы бағасы бұның 40 мың теңге. Қарлығаш ханым үстінен 10 мың теңге қосады, ал оның үстінен біз 10 мың теңге қосамыз. Сонда бар болған 60 мың теңге. Ал бұл диван Қытайда базарда 80 мың теңге тұрады. Ал бізде Қазақстанда 100 мың теңгеден асады. Сонда бізде бар болғаны келуімен 60 мың теңге келеді. Бәрімізге тиімді емес пе? Жоқ, тиімді, бірақ анау сендердің Қарлығаштарың. Сол тауардың ақшасын жинап алып, бүкіл клиенттің сендерді лақтырып кетсе не болады? Қойш қайдағын айтпай. Одан да осы бизнесті айналдырып отырмай ма? Ол білесің бе, осы компанияға кіру үшін менеджерлерден взносын алады. Ал біз менеджерлер ол взносты 5-6 күнде ақтап аламыз. Мысалға мен қазіргі Ұлытау облысындағы менеджерлер компаниясының статусының ең биігінде тұрмын. Жақсы. Кәдімгідей бастықпын десе, байқадың ба? Бізді тойларға туыстар бірінші қылып шақырады ғой, бізбен жақын араласқысы келеді. Оны байқадым. Бірақ сен де өзің байқашы, байып кетіп, өзіңе бір басқа байта болма. Құмаши!
Шымен ғой. Авторитетный қатын болып кетесің қазір. Ладно, жұмыс істер. Переваланш деген мо жалпы? Не қарлығаш? Құрметті менеджерлер, сіздерге қысқадан нұсқа хабарландыру жасайын, иә? Бізде Қарлығаш ханым үздік менеджерлер чатына хабарландыру айтқан болады. Мен сіздерге соны жеткізейін. Бізде келе жатқан 2 айымызда ең көп сауда жасаған менеджерге, яғни кем дегенде 3 миллион теңгеге сауда жасасаңыз, Қарлығаш ханым бізге тегін путевка сыйлайтын болады. Ол конкурске сонда сіздің де қатысыңыз бар ма? Әрине қатысым бар. Мен де сіздер сияқты менеджермін ғой. Бірге еңбек етіп, сол путевканы алуға тырысайық. Абысыңка молодец, бізді сүйреп жүр. Мақпал, мен саған қанша айтам? Мен ешқандай да абысын емеспін жұмыста. Дариға Ерлан қызы деп айт. Дариға ханым, ренжімеңіз. Мақпал әзілдеп жатыр. Жарайды, жақсы қыздар. Сәттілік, сол путевканы алуға тырысайық, иә? Сау болыңыздар. Іске сәт. Соңғы кездер өзіне көп алып жүрші. Қалай болғанда да жолы кіші ғой менен. Қойшы жеңге бәле іздемей. Осы Дариға жеңге болмағанда үйде отыратын ек жұмыссыз. Сәлеметсіз бе, Қарлығаш ханым? Жезқазғанға қош келдіңіз. Нагүл сізге. Сіз мен ойлағаннан да сұлу екенсіз. Дариға. Мыналар кімдер? Мына кісі менің жолдасым, Нұржан. Ал мына кісілер менің Жезқазғандағы командам, үздік менеджерлер тобы. Түсінбедім. Үздік менеджерлер сен тағайындайтын болғансың ба? Мен арнай сенімен жолуға келдім. Артық адамның қажеті жоқ. Қыздар, өтініш. Ана солға бар, күте тұрыңдаршы. Ренжімеңдерші. Ал, жайғастыңыздар. Мен ойлаймын, бұл жерде мен артық емеспін деп, иә? Қатындардың әңгімесіне араласатын еркекті бірінші рет көріп отырмын. Нұржан, жаным, өтініш бара тұршы. Жақсы әңгіме болсын. Дастархан жайып әуре болмай қоюларың керек еді. Әлде мені аш деп ойладыңдар ма? Ой, не дегеніңіз? Жай қонақ жайлығымызды көрсетейік деп. Мен қонаққа келген жоқпын, Дариға. Менің қыдыратын жерім Жезқазған емес, как минимум Дубай. Дубай демекші, күйеуіңе путевка келдім. Сенің менеджерлерің білуі керек, что мен үздіктерге путевка беретінімді. Жарияға жар салып тұрып айт. Мүмкіндік бәрінде бар. Бірақ бұл жол ставка көтерілді. Енді үздік атану үшін 3 миллион емес, 5 миллионға тауар өткізу керек. 5 миллион? Айтпақшы, Қарағандыға жолға шығуым керек, самолеттің уақыт жақындап қалды. Осы аптаның соңында ең үздік турмен шығасыңдар. Жүрген көрген жерлерінің бәрін фото-видеоға салып чаттарға жіберіп отыр. Аналарға мотивация болсын. Сосын, осы аптаның соңына дейін орындаңдар тапсырманы. Жақсы. Кешес, Қарлығаш ханым. Біз мына менеджерлер тобымен бір естелікке сурет кетсіз бе? Мен не? Сендерге эстрада жұлдызым ба суретке түсетін? Сау болыңдар. Не істеп тұрсыздар? Келіңіздер, жаңа тапсырманы хабарлайын. Алло? Дариға, мен түсінбедім. Неге WhatsApp-қа жауап бермейсің? Не болсыншы, жау шапқандай бәрі 1000 SMS жазыпсыңдар ғой. Демалыста болған соң алаңдағым келмеді. Короче, біз сені офисте күтіп отырмыз. Тез жет, жолығып сөйлесу керек. Жарайды, жақсы аха. Нұржан, сен заттарды алып үйге бара берші, иә? Мен қазір тезірек қыздарға барып келейін. Тыныштық па? Иә, тыныштық, бәрі жақсы. Жақсы оны айтса енді? Бәрі жақсы, нормально. Бара берші енді үйге. Ей, абысыңка, шет еліңде керек емес, үздік менеджеріңде керек емес. Бізге тыныштық керек. Әр қайсымыз осы жерде отырған. Кемі 7-8 миллион ақшаны алдырып, тауарды қайтара алмай отырмыз. Звондан ал Қарлығашыңа. Жақсы.
Алло, Қарлығаш ханым? Не болды, тез айтшы. Қарлығаш ханым, мына Жезқазғанға келетін тауарлар қатты кешігіп жатқан сияқты. Менеджерлерді клиенттер сотқа береміз дейді. Ей, мен чатқа жаздым ғой, қазір Қытайдың границасында проблема болып жатыр деп. Күтсін 5-6 ай. 5-6 ай? Қарлығаш ханым, олай болмайды ғой. Бізді халық талап жеп қояды ғой. Надо будет, қазір бәріңді блокқа қоям да, көттерінен бүркеп шығарып тастаймын мына чаттан. Сосын вообще товарсыз қаласыңдар. Звондама маған 2 рет, күтіңдер и все. Короче, ақшаны саған аудардым, өзің жауап бересің. Бәріміз саған аудардық. Анау қара бәлең Қарлығашыңнан ақшаны тауып бер. Или өзің сат, бізге бәрібір. Сонда не менің ағам үйсіз қалу керек па? Жоқ, олай болмайды. Сатасың өз әкешің үйін. Қыздар доғарындаш болды ғой енді. Не болды сразу маскаларың шешіліп? Шынымен Қытай шекарасында проблема болып жатқан шығар? Уақыты келгенде Қарлығаш ханым шешіп береді. Сендер мені талағаннан, мен ол кісіні талағаннан не пайда? Ал ертең бізді чаттан шығар, блокқа тығып тастаса не істейсіңдер? Если надо будет, әркім өз клиенттеріне өзі жауап берсін. Так что мен басымды қатырмаңдар. Әй, Дариға, мен бала-шағамның аузынан жырып берген ақшам еді ғой. Сенде жүрек бар ма өзі? Не деген тас жүрексің? Неге жауап бермейсің телефонға? Ей, сіңілім, мына сенің алып келген заттарың Қытайдан емес, мына базарда сатылып жатқан дүниелер ғой. Сен айтқаныңдай материал емес даже. Ей, мынау даже суреттегідей емес қой, сен сонда байқамай қалады деп ойладың ба? Алсай трубкаңды звондап жатырмыз ғой. Ей, класстас, сен бізді лоқ деп тұрсың ба? Менеджер болу үшін байымнан қырылып 300 000 теңгені алып бердім. Қайда жұмысың? 1 ай болды ғой, ешқандай тауар ұсынып жатқан жоқсың. Давай, қайтар ақшамды. Ей, сен оңбаған қатын екенсің, мен кассияққа тықтың. Мен туысқандарға қалай қарайым бетіне? 2 миллион теңгелерін қалай қайтарам? Мен сені түрмеде шіртем ал басты. Ей, Дариға, әттең байым мені тоқтатып тұр Нұржан үшін. Барып почтыңды шығаратын едім, сотқа беріп. Білмеймін, короче, менің тауарымды қайтарып бер. Ана әрбір адам қарғысын тыңдап отыра бересің ба? Звондасana Қарлығашқа. Ол кінәлі емес қой енді. Ол шекарада болып жатқан проблема. Ол оны шеше алмайды. Сәл шыдаш, ертең товар келеді, сосын бәрі орнына келеді. Шамал күте тұру керек, сәл шыдашы. Шыдай алмаймын, күте алмаймын, түсінесің ба? Минут сайын мен туыстарым, достарым, группаластарым хабарласып жатыр. Кән ақша, кән товар. Сен ана алаяқ қатыныңа сөзің өтпей ма деп. Абырой жоқ қазір менде. Қалай мен сен қорғап аламын одан кейін, Звондана Қарлығашқа, айт, тапсын. Или өзім түсіндірем, әке бер. Нұржан, оны олай қорқытуға болмайды, түсінесің бе? Ол бізді группадан шығарып жіберуі мүмкін. Біз ғана емес, Қазақстанның барлық әйелдері солай күтіп отыр. Егер біз оны қорқытсақ, ол бізді группадан шығарып жіберуі мүмкін, түсінесің бе? Сен не деген ақымақсың, сонда не оны дух вагон деп ойлайсың ба не, а? Мен оған звондаймын да, өзім лично әке бер. Жағыласпа. Нормально түсіндірем бұл. Қазір түсіндірем мен қатынға. Просто оған еркектер звондамағанда, конкретно наив жасайын, тұтам емойы. Тоқта. Алло, кім бұл? В смысле кім бұл? Қарлығаш жек тупить етіп тұрсың сен? Короче, Жезқазғанның бүкіл менеджерлерінің заказ берген тауарларын орнына қоясың или ақшасы қайтарасың, түсінің ба? Мен сен қатын екеніңе қарамаймын, конкретно өзім бар қолмен буындырып тастайын, түсінің ба? О, сорлы, көреміз кім қылғынып қалатынын әлі. Не деп жатыр? Жындысың ба сен? Не бүлдірдің? В смысле не бүлдірдің? А? Кім? Звонда, әкем өзім сөйлесем. Блин! Бізді блокқа тығып тастады. Сен бәрін құрттың. Мен ба бәрін құртқан? Қатын есіңде болсын, бәрін құртқан сен. Сен осында бизнесің кесірінен біз алаяқ отбасы болып атандық. Түсінесің ба? Абырой кетті, береке кетті мына үйден. Сен татау мен саған сөйлек. Сен натуре алаяқ екенсің ше? Бейтін тілсе қан шықпайтын қатын. Қарлығаш. Стасам дәбдәлесін шығаратын ем. Қалайсың? Бауырым,
Нұржан деген сен ба? Я, мен, а чё? Қарлығаш ханына сәлем. Қашан қойып бересің? 3 ай болды ғой уәде беріп келе жатқанына. Товарыңды бір жеріңе тығып қой, білдің бе? Әркімнің аузынан жырып алған 8 миллион теңгені қойып бересің, и все. Осы апта маған ақша қойып бересің? Или мен маған ақша жинап берген адамдардың атынан қол жинап, саған арыз жазамыз. Түрмеде жүрейсің сен. Жаным, саған не болған? Тартшы қолыңды. Жетпегені сенің қарыздардың кесірінен біз таяқ жеу керек екенбіз, иә? Бұдан былай өз проблемаң өзін шешіп ал. Мен киімдерін жинаймын, тайып тұрамын. Қарындастарыма бір нәрсе болатын болса, мен сені өз қолымнан буындырып өлтіремін, түсіндің ба? Кешірші, мен олай болады деп ойлаған жоқпын. Сөйлемеші, тоқташы болды. Арыз жазамыз біз. Мені косякқа тығатын қатын емес, нормально бала туып беретін қатын керек. Аға, жүрші полицияға. Мына қатынға арыз жазайық. Короче, мен арыз жазуға кеттім. Солай. Алматы қаласының тұрғыны Қарлығаш Марат қызы Қытайдан тауар тапсырыс берген 10 мыңдай адамды алдап кетті. Еліміздің әр облысынан WhatsApp желісі арқылы менеджерлер тобын құрап, олардың сеніміне кіріп, 15 миллиард теңгені жымқырып кеткен. Енді әр облыстағы алданған әйелдердің ішіндегі ең кемі 3-4 миллионға қарызға батып, өз бастарына проблема тауып отыр. Бүгінгі таңда Қарлығаш Марат қызы Алматы полициясы үйінен қолына кісен тағып алып кетті. Жалпы арызданушылардың саны 8 мың адамнан тұрады. Ерлан қызы Дариға, сіз бізбен бірге бөлімшеге жүресіз. Жүріңіз.